Ассалаумағалейкум студенттер, оқушылар, сендерге арналған лайфхак, сендерге арналған видео болсын. Ендеше бастайық. Осындай текст, не бұдан да көп текст берілді. Осы текстті ақ қағазға не дәптерге жазу күйінде түсіру керек. Сенің уақытың аз, болмаса ерініп тұрған жағдайда болсаң, оңай жолы бар. Ендеше бастаймыз. Ол үшін Google-ге кіреміз. Google-ге кірген кезде осындай фотоаппарат деген жер бар, осыған кіреміз. Сосын текст деген жағына өтеміз да, жаңағы текстімізді өстіп анықтап, дұрыстап суретке түсіреміз. Суретке түсті, кішкене күтейік. Сол кезде осындай бет ашылады. Осы беттің выбрать все деген басамыз. Сол кезде кішкене тағы күтсеңіз, осындай міне тағы да осындай бет ашылады. Сосын копировать текст деген батырмасын басамыз. Сол кезде бізге осы текст көшіріледі. Сосын одан шығып кетеміз да, қайтадан Google-ге кіріп, Google-ге ағылшын әрпінде SWO.B деген осындай сайтты жазып, осыған кіреміз. Кірсеңіздер тұрады, осындай бет ашылады, және осы бетте видите текст дейді. Осы жерге басып тұрасыздар, міне осындай батырма шығады, осыған вставить деген басамыз. Жаңағы кітаптағы сөз осы жерге барлығы түседі. Жазбаша түрінде түсті, міне қазақша әріптермен барлығы дұрыс жазылған күйінде түседі. Мына ең астындағы перевести в рукопись деген кнопка бар. Айтқанда мына 201 деген кітаптың бетін өшіріп тастайық. Өшіріп тастаймыз да, мына перевести в рукопись деген басамыз. Міне осылай жаңағы біздің жазбаша күйінде осындай почеркіде, кәдімгі мектептің балаларының почеркісінде жазылып шығады. Солай осыны экраннан суретке түсіріп аламыз. Және осы фотосуретті қайтадан ашамыз. Сөйтіп изменить дегенді басып, ол жерден рамка сыртындағы рамкаларын кесіп тастайық. Сөйтеміз да, мынаны птичканы басып, птичканы басамыз, сохранить басамыз. Сақталды. Қайтадан шығайық та, енді қайтадан галереяға кіріп, галереяға кіреміз. Жаңағы мен тұрмын. Жаңағы жазған жазбаша күйінде түсті барлық. Енді бұны осылай ақ қағаз күйінде жіберсеңіз болады, болмаса дәптерге түсіру керек болатын болса, қайтадан шығамыз, фотоаппаратты қосамыз, және өзіміздің жаңағы мұғалім білет деген дәптер бетін ашамыз да, мысалы дәптердің кішкентай суретін қойып қойсаңыз да болады. Міне осылай дәптер толық алыну керек. Осылай дәптерімізді суретке түсіріп аламыз. Суретке түсіріп алдық, содан шығамыз. Сосын осындай PicsArt деген YouTube неде Play Marketте бар. Осыны тартып алыңыздар, және осыған кіреміз. Бұл жаңағы суреттерді редактировать ететін программа. Және осыны плюс деген батырмасын басып, жаңағы дәптерімізге кіреміз. Добавить фото деген бар. Соны басамыз да, сөйтіп жаңағы жазған жазуымызды тауып, соны добавить етеміз. Добавить деп басамыз. Содан мына дәптерімізге жаңағы суретті үлкейтейік. Дәптерімізге келіп түсті да. Және осы жерде бүйтіп қарасаңыздар, өтсеңіздер, смешать деген тұр, көрді ба? Осыны басасыз, және үстінде усиление деген тұр. Осыны барсаңыз, ар жағына фон алып тастайды. Сөйтіп құр жазудың өзі қалады. Сөйтіп осы жазуды шамалы үлкейтіп, турадан тексттерге нелер тұр ғой, клеткалар тұр ғой. Осы клеткаға тура түсіру керек. Осының астындағы негізі дәптерді де анықтап түсіру керек. Мен жаңа асығыс болғаннан кейін түсірдім. Міне осылай тура түсірсеңіздер де болады. Мен енді кішкене уақыт неғаннан кейін түсіре салайын. Асықпай істейсіздер. Осылай дәптерге түсіреміз да, птичканы басамыз. Сөйтеміз де осыны төбеден тұр ғой, осыны сақтаймыз. Сохранить басамыз, сохранить деп басамыз. Шығайық та, қайтадан галереяға кірейік. Галереяға кіреміз да, ана ашқан сурет тұр. Галереяға кірсеңіз, жаңағы дәптерімізде жазылған не тұр, жазбаша тұр. Осыны суретке түсіреміз де, осыны мұғалімімізге жібере саламыз. Әсіресе бұны онлайн сабақтарға жақсы дүние. Бұны асықпай, дәлдеп істесеңіздер тура шығады. Ұнаса лайк басамыз,
тіркелеміз. Тағы осындай қызықты видеолар күтеміз. Дәл осылай жасап көріңіздер.